Бүгінгі математика пәнінен көп таңдау сандарды екі таңдау сандарға жазбаша бөлу тақырыбы. Енді қазір топқа бөлінеміз. Нұрса айтады? Топқа бөлінеміз. Бір шыққандар өрнектің мәні бірінші топқа келе қойыңдар. Өрнектің мәні 2 болса, менің тобыма келіңдер. Екі шыққандар өрнектің мәні. Өрнектің мәні 3 шықса, менің тобыма келесіңдер. Өрнектің мәні 4 шықса, менің тобыма келесіңдер. Алысып, топқа бөліп отыра кетейік. Енді топ ережесі, тыныштық сақтаймыз, бір-бірімізді тыңдаймыз, сыйлаймыз, және сабаққа белсене қол көтеріп қатысамыз. Алдымен бүгінгі тақырыбымыздағы 3 тілді айтып көрейік. Тақтада жазып тұрғандай бірге оқимыз. Жазбаша бөлу. Written division. Сандар. Area. Жақсы. Жазбаша бөлу орысша қалай? Сандар. Аудан. Жақсы. Саламатсыңдар ма балалар? Күннің ыстығына шегірткемді суарайын десем, көл мұз болып қатып қалыпты. Көлдің маңынан сандықшаны тауып алдым. Ода тапсырма бар. Орындасаңдар, қазынаға тап боласыңдар. Балалар орындаймыз ба? Тазша бала шөліп кетті, Ал не сойырын? Сандықшаңдар бере ғой. Сандықшада тапсырманы. Жақсы, тазша бала сау бол. Ал балалар, бізге сандықшада жаңа тазша бала тапсырма тастап кетті. Енді сол тапсырманы орындайық. Бізге бірінші жұптық жұмыс берілген екен. Әр екі оқушыдан жұптық жұмысты бағандап шығарып орындаймыз. Жарай ма? Ал мен қаратып шығайын. Екеуі бірге, екі оқушы бірге. Қазір уақыт беріледі. Сол кезде бәрін бірге бастайсыңдар. Екі оқушы бір-біріне көмектеседі. Жарай ма? Жақсы. Енді қарындашымыз айтса, өрнек мәнін, яғни бағанда бөліп шығарамыз. Алдымен тоқтаңдар. Біріншімен сендерге тапсырманы түсіндіріп жіберейін. Бір қарап жіберейін. Енді балалар, қараңыз. 6-24 бөлу бағандап бөлеміз. 78. Не осы есеп. Бұл бағандап бөлуде бізде бірінші не болады? Мына бірінші тұрған бөлінгіш, ал екінші бөлінгіні енді табамыз. Бөліндіде тек қана бір цифр, бір қана болады, Енді неше қоя аламыз 624 қылу үшін? 3 таңы алды. 8-і қоямыз. Енді мен 624 3 таңы алсам, 8-і 8-ге көбейтеміз. Неше? 64. 6-сы ойда. Енді 8 7-ге көбейтеміз. 56. Ойдағы 6-ға қосамыз. 2 3 таңы сан шықты. Сонымен азайтқан кезде 0. Мұнда бөлінгінің мәні неше цифр? 1 бірге, 1 цифр бұл 8 бірге шықты. Неге осылай бір-бір таңбадан, цифрдан орындайсыңдар? Бастаймыз. минут уақыт беріледі.
бір-бірімізді тексереміз. Ол үшін екі қарама-қарсы көш бір-бірінің жұмыстарын береді, қарсы барысына. Береді. Сосын шығарған бағандаулардың дұрыс па, соны тексересіңдер. Жақсы, Абдимат пен Жансаяның тобы Тимур мен Аяулымдың алауында тексеріңдер. Осы шығарған жерлерді ауыстырыңдар. Ауыстырамыз. Келесі ауыстырыңдар. Арайға бер, ал қасындағын Халидаға, Алиханға ауыстырамыз. Ауыстырып. Сосын бағалайық. Бағалаған кезде смайликпен бағалаймыз, балалар қатесін жеткеніміз. Қазір бәріміз бірге мына дұрыс жауаптар бойынша қараймыз. Алдарында смайлик бар. Мінекей. Міне смайлик балалар. Осыны алып, жұптық жұмысқа баға қояйық. Смайликпен бағалаймыз. Неше қоямыз, соны бағалаймыз. Дұрыс болсын, дұрыс алдына плюс қоямыз, дұрыс болса. Қате болса, қатесін түзетеміз. Жақсы, бағалағандар бар ма? Азайына Абдиматтың жұмысына неше қойыңдар? 5 балл қоямыз, бағаламыз. Ал сендер неше деп қойсыңдар? 5 балл. Сендер неше балл қоясыңдар? Дұрыс па есеп? Бағам бар. Неше балл қойыңдар? Ең жоғарғы 5 балл. Неше қойыңдар? 5 балл. Ал сендерде 4 балл, е? 4 балл. Сендерде неше балл қойдыңдар? 5 балл. Ал сендерде дұрыс шыққан, иә, өте жақсы. Иә, мында онда 4 балл болады, е? Сендерде 5 өте жақсы. Смайликпен бағаладық па? Қарасыңдар. Енді келесі жұптық жұмысымыз аяқталды, жақсы қарасыңдар. Енді топтық жұмыс. Топтық жұмыста бізде тапсырмаға келесі оны 4 топқа бөлінген тапсырма бар. Сол бойынша қазір орындайтын боламыз. Ортаға қағазды қоямын. Топтық жұмыс. Топтық жұмыста шарты, шешуі, жауабы жазылсын. Алтыншы есеп. Bir topқа алтынның асы, bir topқа алтынның әсі. Мына екі қағаз бірге орындайтын боласыңдар. Бастаймыз. Уақыттарында оқулықта Номер 6 Асым. Автобус тәртіп сағат 10-да шығып, 300 километр жолдан 6 сағатта жүріп өтті. Егер машиненің жылдамдығы автобустың жылдамдығына қарағанда 10 км сағат артық болса, ол осы уақытта қандай қашықтықта жүріп өтеді? Иә, сонда нені табу керексіңдер? Ара қашықтықты және жылдамдықты табу керек, е? Сонда нені табу керек сендерге? Иә, неше сағат жүргенін, яғни уақыт табу керек, е? Тайфпен. Жақсы.
шығып 300 километр жолды 6 сағатта жүріп өтті. Егер машиненің жылдамдығы жылдамдығына қарағанда 10 километр артық болса, ол осы уақытта қандай қашықтықта жүріп өтеді? Қарағашықтықпен не табу керек? Жылдамдығы. Сал өзен ағасымен 3 км сағат жылдамдықпен жүзеді. Салда 3 адам отыр. Сал өзені бойымен 3000 метр жүзді. Ол үшін оған қанша уақыт қажет болды? Сонда нені табу керек екен? Уақытты. Уақытты табу керек екен. Жақсы, қазір. Фатиманың тобы бірінші болды. Жақсы. Төртінші топ болып қоя. Дайын отырыңдар. Бірге. Қазір топ белгілі оқитын болады. Фатиманың тобы болды. Халиданың тобы, одан кейін Әбдімәліктің тобы, енді Нұрсаяның тобы. Бірінші топ. Бәріміз үлгердік па топ? Енді бірінші болған Фатима бойынша ретімен бастайық. Фатима оқиға. Шартты. Витем 3 километр сағат. Бірақ біз 3 километр сағатты мұнға көбейтеміз. Бұл кезде бізде 3000 метр сағат болады. Метр сағат айналдырды. Метр сағат айналдырды. S 3000 метр. Ал T белгісіз сағат. Сол үшін біз Сағатты табасыңдар, е? сағатты табамыз. Оның формуласы S бөлу V. 3000 метрді бөлеміз 3000 метр сағатқа тең 1 сағат шығады. Жауабы Сал өзен 3000 метрді 1 сағатты жүріп өтеді. Жарайсыңдар. Енді тағы да есебі сол екінші топ оқи берсін. Сосын екеуін салыстырамыз. Бағалаймыз, және А есебін бағалаймыз сосын. Ал шартын оқымай-ақ қой, бірден уже Шарты V тең 3 километр сағат тең 3000 метр сағат. Айналдырды. С тең 3000 метр. С сұрақ белгілер. Шешуі T тең С бөлу V тең 3000 бөлу 3000 тең 1 сағат. Сонымен 1 сағат. Екі топта да 1 сағат шықты ма? Жоқ. Жақсы. Жарайсыңдар. Енді А. Алтыншы есептің Асы. Оқи ғой, Халида. Шарт бізге номер 6 А. Есебі. Алтыншы шарты С 300 километр. Т1 тең 6 сағат. Автобус В1 тең белгісіз километр сағат. В1 бізде белгісіз бі? В2 бізде белгісіз. В1 тең 10 километр сағат. Машине В2 тең белгісіз километр сағат. Бұл артық. Т2 6 сағат. С2 белгісіз километр. Сонымен жауабы? Шешуі В1 С1 бөлу T1 300 километр бөлу 6 сағат тең 50 километр сағат. Автобустың әлі. Елу қосу 10 тең 60 километр сағат. Бұл машинені. Ол машине С2 60 бөлу 10
Жауабы машине 6 километр. Жақсы. Сендерде қате бар. Оны дұрыстай қойыңдар, ештеңе етпейді. Соңғы жағында, яғни сендер S2-ні табасыңдар, оның формуласы сен айттың да, бірақ бөліп қойыпсыңдар қалайда 4-ші топ 60-ты 6-ға не істеу керек? Көбейту керек. Не, мына топ дұрыс шығарған сияқты екеуі. Бөлеміз 6-ға. Енді V2-ні табу үшін қосамыз, е? 10 километр сағатқа қостық неше шығады? Километр сағат. Бұл машина. Одан кейін S2-ні қоямыз, арға шықтық. Бұл формуласы V көбейту. Яғни екеуінің көбейтіндісі. Жауабы қашықтықта жүріп өтеді. Жақсы, жарайсыңдар. Барлық топта уақытымен үлгерді. Енді біз бірінші топты 3 топ бағалап жіберіңдер. Мына жерде бізде бағалау жұлдызша 4 күріш. Егер дұрыс деп бізде дұрыс орындаған болса, онда жұлдызша қоямыз, немесе 4 күріш, немесе 3 күріш. Алдарында бар, бере ойындар өздеріне бағалап жіберейік. Жоқ, орында отырып бағалаймыз. Көрсетеміз. Бірінші топты қалай бағалаймыз? Жұлдызша екен, мына топта жұлдызша, 4-ші топта бағаламайсыңдар ма сендер? Қасыммен, Алихан. 4-ші топ 4 күріштен 3-еуі бар екен, е? Қалғандар жұлдызша. Жарайсыңдар, жақсы. Енді 2-ші топты бағалайық. Қалған 3 топ. 1-ші, 3-ші, 4-ші топты. Қалай бағалайсыңдар? Жұлдызша. Жұлдызша. Смайлик алып жұлдызша және 4 күріш, 3 күріш бола береді. Қалай бағалайды? Жақсы, бәрі жұлдызша. Нұржан 4. Арай 3 күріш қойды. Енді осы жерде не үшін 3 күріш қойдыңдар? Не айтып жібере қой, Арай. Барлығы дұрыс орындаған сияқты, е? Бірақ сен 3 күріш қойдың. Қателесіп кеттің бе? Ал Нұржан сен? Жақсы, барлығы жұлдызша осы екінші топқа. Дұрыста боянып қоямыз, балалар. Дұрысын қоямыз. Енді 3-ші топты қалай бағалаймыз? Фатиманың тобы. Барлығы жұлдызша, өйткені Фатимада тобында да есептері дұрыс. Жарайсыңдар. Ал енді соңғы 4-ші топ Халиданың тобында кішкене қателер болды, е, соңғы жағында. Дұрыс, әділ бағалайық, қане. 4 жұлдызша біреу. 3 қойғандар неше қойдық? Қателескен және де дұрыс айтпау. Сосын шешуімен жауабында кішкене формулада дұрыс еместері қателесті. Сен қандай жұлдызша 3 күріш қайсысы? 4 пі? Жақсы. Сонымен бізде тапсырма орындалды. Жарайсыздар. Топтық жұмысқа жақсы қатыстық. Сергіту сәтін жасап жіберейік. Нейрогимнастика. Орнымызға тұрайық. Қосақтарға жолдату. Бұл біздің миымызға өте пайдалы.
8-ci betdегі соның алғашқы екеуін орындайық. Тақтаны жұмыстаймыз. Яғни бірінші есепте 31 көбейтілсе 4589, е? Ал кәнекім шығады. Ал кәнек Исмайыл келе ғой. Алғашқы біріншісін қарба назарттан шығарабыз. Алдымен берілсін жазамыз. Дәптеріміз ашайық. Барлығымыз бүгінгі күн болды. 16 қараша, 4 таңдасында жазбаша бөлу. Есепті жаза береміз. Сандарымды оқиық. 31 мен нешені көбейтілсе? Көбейтілсе. Молодец. Бұның мәні бірінші бізде неше? 46, е? 46. Екіншісінде 23 көбейтілсе. Мәні 23. Бұл нетеріне? Әріптің орнына сан қоямыз. Және бағанда шығаратын боламыз. Бағанда шығарады. Алдынан бір сатып тұр. Бірінші көбейтудің ішінде алдымен Исмайыл бірінші қай амалды орындайтын үстіне жазып қоямыз. Соның үстіне бір көбейтудің. Екінші нені орындаймыз? Екінші бөлімді ең соңында азайту амалын орындаймыз. Алдына енді бір салып, тақша алып, біріншісін орындаймыз. Қазір осыдан кейін бөлім. Барлығымыз орында жазамыз. Тақтадағы. Бірінші орындарға келуге болады. Тақтадағы. Nöl емес, 80, 4580, сонда нөлінде 9. Шығарады қаламыз. Ойдағын қос, сонымен 13. Қазір түсіндіресің. Екінші бөлу амалын орындауға кім келеді? Ал Фатима келеді бөлуге. Енді көп таңдалғандарды оқуға ыңғайлы болу үшін арасына нүкте қоямыз. Соңынан санағанда үшіншіден кейін нүкте қоясың. Сонда неше оқимыз Исмайыл? 100, 2000, нүкте қойып 250. Вот жазбай ақылшы. Фатимаға дұрыс болып келе жатыр. Онда жақсы. Бірінші амалды орындады. Екінші амалды Фатима орындайды. Енді үшінші қазір азайтуды орындап болсын Фатима. Содан кейін бір оқышы дайын отырсын. Соңында азайту амалға не? Ол емес бір
тек қана 92 болады. Ана жерде нөл шығады. Сен бір қосып сонда сенде есебің басқаша болады. 4-тен бермейсің. Нешеден бересің? 4-тен бермейсің болады. Неше одан азырақ береміз? Неше? 3 иә 2-ден береміз. 6-ны 2-ге көбейтеміз. Сонда неше шығар екен? Азайтып кетсе, 6-ны 2-ге көбейтеміз. 6 2 4-8 шықты ма? Қайтадан сол сан шығып иә, енді мына жерде айтып жібере қойшы. Бөлінгіш қайсы, бөлгіш қайсы? Бөлгіш 26 ол бөлінгіш. Ал бөлгіш 46. Бөлінгінің мәні 582-ге тең. Жарайсың. Исмаил, сен оқып кете қойшы. Сенде көбейткіш, е? Бірінші көбейткіш неше? 4586. Екінші көбейткіш? 31. Енді бірінші толық емес көбейткіші неше? Көбейтінді мәні? 4580. Екінші толық емес көбейткіш мәні? 7 көбейтінді мәні? Жарайсың, отыра ғой. Енді келесі. Ал, әбдімәлік келе ғой. Азайту амалына келе ғой. Азайтуды соң жақсы. Үшінші амал 142.259 шыққан санынан азайтамыз нешені? Нешені азайтамыз? 582. Фатиманың шығарған 582 азайтамыз. Үш тапсы 142.259 болды. Ана 582-ді Трап мен сүйтіп. Сонысыға қате болған. Маған да шармалымен. Иә, 14 береді, иә, сол кезде. Сен дұрыс ретімен жазылып тұрған жоқсың бе? Екіміз ұлтшы, 27. Осы жерге 7 болады. 15 қалады. 15-тен 8 алғанда 7 болады. Сосын 11 болады. Ана екіміз, мына 2, 11 болады. 11 мен 5 алғанда неше бар? 11 5 алғанда 6. 6-ны 5-тің астына жаз. 5-тің астына жаз. Енді ары қарай ол жерде 1 болады. Сонымен қалған сандар сол күйінде. Жоқ. Енді 2 сап қой. 141.600 неше болды? 77. Енді Әбдімәлік оқып жіберсін. Жауабын жазды, оқи ғой. Сонда азайтқанды басқасын ескеріп. Жауабы 141.677 шығады. Жауабы 141.677 арасынан. Балалар ажырап керек бұл үшін. 677. Жарайсың, отыра ғой. Енді келесі екінші өрнегімізге кім келеді? Халида. Жақсы, Халида кел. Сосын қазір Халида жазсын, сосын шақырамыз келесі үшін. Бірінші өрнекті тездетіп жаза ғой, жылдамдатып. Кітапта беріліс бойынша. 31. Екінші Б әріпті өрнектің мәні неше? Неше қоямыз? 23. Енді 23 қоямыз.
Енді бірінші қаяма орындаймыз, тағы да көбейту. Апай, дәл сондай болады, дәл сондай. Жазып кетті. Бірінші Дәл қайсы? сондай болады. Дәл сондай. Тек саны өзгерді. Жауабы бар болады. Жауабымен өрнектің мәні өзгереді сан. Екінші бөлуге 26.772 бөлу 23. Мана 46 десек, 23 кім келеді? Ал Абдулла Шағой. Оқулық керек емес, тақта жазылықты бірден шығарып кетеді. Соңғысында азайту. Бұл азайтуды орындау үшін бірінші мына екінші шығарып алу керек. Жазайық. Иә. Дұрыс. Онышта ұлғайы жазасын, жылжасын. Қос. Сызасын. Абдулла дұрыс. Көшіріп алайық, жазып. Абдулла азайтуын салып кет. Азайтуын. Тағы да жетіні істейміз, сүреміз. Тағы да. 4589 көбейтеміз 31-ші, бірге көбейту алғандар 4589. Бірінші толықсыз көбейткіш мәні 4589. Екінші толықсыз көбейткіш мәні балалар 13764. Шыққан саны көбейтінді мәні 142.759. жарайсың, отыра ғой. Тамаша. Енді ары қарай шығара бер. Абдулла дұрыс шығып келе жатыр десем. Алттан бердік, сонда 138. Азайтуды салып жібер. Барлығын жазамыз, балалар. Неше шығады? 147-ден 137 балалар. Әне? Неше? 9. Өзім дұрыс таптым, 9 жазалы. Енді соңғы бірлік неше бақ, екіні түсіреміз. Енді 23-ті нешеге көбейтсек 92 шығады. 4-ге көбейтесің. Сонымен 23-ті 4-ге өткенде қайтадан 92 шығады. 92-ден 92 азайтқанда. Жақсы, енді оқып кете ғой. Бірінші бөлінгіш неше? 26.000. Иә. Ал бөлгіш? 23. Бөлінінің мәні? 1164. Иә, жарайсың. 1100. Сызамыз. Ал енді бағанға азайтамыз. Жақсы, сонымен жауабы өрнекті мән жазып жібере ғой. Жоғары жаққа. Әріп өрнегіміз мәні қойылды. 23. Ең соның мәні. Неше екен? 1095. Өте жақсы. Жарайсың. Бәрі ұнады маған, әсіресе екінші есеп ұнады. Жақсы. Маған тазша бала келгені ұнады. Оның тапсырмалары. Тапсырмалары да ұнады. Маған тазша бала келгені ұнады. Ол тапсырмаларда ал дегенде Қызық болды. Тазша бала. Ол бізге Біз оған көмектестік, е? біз оған көмектестік. Не бердік? Біз оған су бердік. Және ол бізге тапсырма берді.
Маған тазша уақыт мен ұнады және оның бізге берген тапсырмалары ұнады. Бүгінгі біздің күніміз өте қызықты болды. Біз оған көмектестік, су бердік. Жақсы балалар, біздер стикерлерді жабыстырдық. Стикерді көрсетіп жібере ғой. Мінекей ағашта көп оқушыларға өте толық түсінген ұнаған екен. Тек жалғыз Жансая ғана кішкене бағанда түсінбеген. Бұйырса оған үйретеміз барлық оқушыларға. Жақсы, еркін микрофон әдісімен өз ойларыңды айттыңдар. Бүгінгі сабаққа өте жақсы қатысқан оқушыларды бағалап жіберген. Барлық жақсы қатысыңдар. Енді Нұрсаяға 10 балл, Нұржанға 9 балл, Исмайылға 10 балл, Нұрғанатқа 9, Әбдімәлік жақсы жарайсың, саған да 10 балл, Жансаяға 7 балл, жаңағы түсінбей қалған, берсе түсіндіреміз. Тимур, саған да 7 балл, саған аяулым 7 балл. Алихан, кішкене аз қатыстық иә кейбір оқушылар. Алиханға неше балл қоямыз? 7 балл қоямыз. Одан кейін Халида жақсы қатысып отыр, 9 балл қояды. Арай 7 балл, Қасым 8 балл, соңғы тапсырманы жақсы орындады. Одан кейін Абдулла 8 балл, Фатима 10 балл, Іңкәр 8 балл, Дәулет 7 баллмен ұпаймен бағаланып барлықтарыңды бағалап шықтық. Енді балалар, мынады бізге келген тазша баланың бізге тапсырып берген тапсырмасын орындадық. Мынау сандық. Сандықты қазір ашамыз. Бізде кілт бар. Енді тапсырма орындағаннан кейін мана ашылады деді ғой. Ашамыз. Шал бар екен. Мынау біздің сиқырлы сандықшадағы біздің қазынамыз және сыйлықтарымыз. Бүгін қатысқан оқушыларға марапаттау ретінде тазша бала бізге әкелген екен сыйлықты. Қанекей, келіңдер, бірінші топ келе қойыңдар. Жақсы, енді екінші топқа өзім беріп шыға қояйын. Сыйлықтарыңды сағат тапсырманы жақсы орындағандарыңыз. Сіздерге тазша бала. Осымен балалар, сабақ ұнады ма сендерге? Иә! Ендеше сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.